Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті мұсылман бауырлар, бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз жалпы адамзат баласына зиян келтіретін, өмірінде ешбір пайда әкелмейтін арақ жайлы болмақ. Арақтың шариғаттағы үкімі жайлы болмақ, және оның адам баласына қаншалықты зиян келтіретіндігі, және де ол араққа қандай себептермен түсіп кететіндігі жайлы Алла қаласа айтатын боламыз. Ең әуелі, арақты шариғатымызда харам деп үкім берген. Оған исламның қайнар көзі болып саналған Құран кәрім мен пайғамбарымыздың хадистерінде ашық та, айқын да аяттар, хадистер бар. Алла тағала Құран кәрімде бұл ішімдік туралы бізге оның зиянды екендігін, оның шайтанның амалынан екендігін, оның жалпы харам екендігіне үкім берген аяттарда былай дейді. Ең әуелі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ескертіп, «Ясәлунәка анил хамр вәл майсир» деп келетін аятта, сенен адамдар келіп, арақтың және де құмар ойынның адам баласына қаншалықты зияны немесе пайдасы барын сұрайды дейді. Сол кезде оларға айт, ол екеуінде пайда да зиян да бар, бірақ пайдасынан гөрі зияны өте көбірек деп айтты екен. Яғни ең бірінші арақтан тыйылуға үкім берілген аят осы болып саналады. Сол кезде көптеген сахабалар, пайғамбарымыздың жанында болған адамдар осы аятты ести салсымен, кейбірі бұл аятта пайдасы бар деп естігеннен кейін оны жалғастырып жіберсе, ал енді бірі жоқ, бұда пайдасынан гөрі зияны тағы да көбірек деп ескертіп тұр Алла тағала деп осы арақтан тыйыла бастаған. Екінші тағы бір аят келіп түседі. Сол кезде ол мынандай бір оқиғаға себеп болады. Абдурахман ибн Ауф деген сахаба осы ішімдікті ішкеннен кейін намазда тұрып Кафирун сүресін оқиды. Құл я айюхал кафирун, айт Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, ал кәпірлерге, ла а'буду ма та'будун, сендердің құлшылық ибадат еткендеріңе мен құлшылық етпеймін деп. Сол аяттарды оқыған кезде Абдурахман ибн Ауф ла а'буду ма дегенде мен құлшылық етпеймін дегенде құлшылық етемін деп ауыстырып алады. Яғни кәпірлердің, мүшриктердің сыйынған пұттарына табынамын деген мағына шығады. Содан кейін Алла тағала тағы да ескертіп, я айюхаллазина аману ла тақрабус сала ва антум сукара хатта та'ламу ма тақулун дейді. Ей иман келтіргендер, намазға жақындамаңдар, не айтқандарыңды ажыратып алмайынша дейді. Яғни осы аят түскен кезде көптеген сахабалар осы аяттың астарынан ұғып, Алла тағала бізге тағы тыйып жатыр, бұл ішімдікті ішуге болмайды екен деп тастап кетсе, енді бірі жоқ, намазға ғана жақындаған кезде ішпесе болады екендігін үкім шығарып, сонымен жалғастыра берген. Одан кейін барып, үшіншісінде анық та ашық, айқын дәлелмен келтірілген аят түседі. Яғни онда я айюхаллазина аману иннамал хамр вал майсир вал ансаб вал азлам риджис мин амали шайтан фажтанибу лааллакум туфлихун. Садақаллаху азим. Ва иман келтіргендер, шын мәнінде арақ және құмар ойын ойнау, пұтқа табыну, бал ашу, бұның барлығы да шайтанның амалдарынан, шайтанның істерінен кімдегін бұдан алыстаса құтылады дейді. Яғни бұл жерде арақты анық та айқын Алла тағала шайтанның ісінен екендігін бізге жеткізіп отыр. Осы шайтанның амалынан болғаннан кейін сахабалардың барлығы да бұл жерде түбегейлі бізге харам ретінде үкім беріп тұрғандығын біліп, сөйтіп арақтан түбегейлі тыйылған. Сол дәуірде пайғамбарымыздың кезінде де осы арақ суда ішіліп жататын еді. Мінекей осы аятта шайтанның амалдарынан дегеннен кейін сахабалар үйлеріндегі барлық арақтарды төккенде 3 күндей Мәдиненің іші су болып ағып жатқандығы бізге тарихтан жеткізілген. Бұл жерден көретініміз, ішімдіктің қандай түрі болмасын біздерге зиян келтіретіндігін Алла тағала ескерте келе, оның шайтанның амалдарынан екендігін айқын түрде айта келе, біздерге оның үкімін харам деп бекіткен. Сондықтан шариғатымызда ғұламалар арақтың үкімін түбегейлі түрде харам деп бір ауыздан айтқан. Енді бұл арақтың жалпы харам болуының негізгі дәлелдерін айттық. Енді оның қаншалықты адам баласына зиян тиетіндігіне тоқталуды жөн көріп отырмыз. Ең әуелі осы аятқа үңілетін болсақ, бұл шайтанның амалынан деді. Яғни шайтан Алла тағаланың қаһарына ұшыраған, Алланың мейірімінен алыстатылған. Оның қызметі тек қана адам баласын алдау, арбау, тура жолдан аяғын тайдырып, бұрыс жолға түсіріп, оның ағзасына зиян келтіреді, өз басына зиян келтіреді, отбасына зиян келтіреді, қоғамға зиян келтіретін нәрселерді насихаттау, сол жолға түсіру. Міне сондықтан бұл шайтанның амалынан десе, оның астарында адам баласына зиян келетін нәрсе болғандықтан Алла тағала бізге
алыстау керек екендігін одан көрсетіп отыр. Алла тағала әу баста бізді пәк қылып анамыздан сәби қылып өмірге әкелді. Барлық ағза мүшемізбен біз өмірге келгеннен кейін соны пәк қалпында, саф қалпында, тап-таза халінде Алланың алдына аманат ретінде сақтап апаруымыз басты міндеттеріміз, парызымыз болып саналады. Ал ішімдік ішкен адам, маскүнемдікке салынған адам Алла тағала аманат қылып берген ағзасына зиян келтіреді. Ағзасына зиян келтіріп қана қоймай, ол отбасына зиян келтіреді. Өмірге келетін ұрпақтарға зиян келтіреді. Және де өзінің әке-шешесіне, туған туыстарына, жора жолдастарына, көрші қолаңына, барлығына зиян келтіріп, адам деген аттан шығып, қадір қасиеті кетіп, хайуандық дәрежеге жетеді. Және де бұл хайуанның да тіпті бетер болып төмен түсіп кететін жайт болады. Жалпы Алла тағала Құран кәрімде адам баласын жаратылыстың ішінде ең ерекше қылып жаратқандығын ескертеді. Лақад халақнал инсана фи ахсани тақвим. Адам баласын сондай көркем түрде жараттық. Егер сол көркемдігіне, адамдық қасиетіне лайықты болмаса, сумма радатнаху асфала сафилин, төмендердің төменіне сүреміз дейді. Ал ол төмендерден кім шығады? Иллаллазина аману ва амилус салихат. Яғни бір Аллаға иман келтіргендер. Және де Алла тағаланың айтқан үкімдеріне амал жасағандар шығады дейді. Ал енді кімдегім адами қасиетке сай, ақыл парасатымен өмірге келіп, соған сай өмір сүрмей, Алланың үкіміне қарсы шығып, харам қылған осы ішімдігін ішетін болса, ол жаңа төмендерден төмен, адамдық қасиеттен шығып хайуаннан да бетер болып кететіндігін көрсетіп отыр. Ал сол хайуаннан да бетер болып кететін кезде шығатын бірақ жол иллаллазин аман. Тек Алланың барлығына, бірлігіне иман келтірген, оған сенген кезде ғана ол осы тығырықтан шығады. Және сеніп қана қоймай, иланып қана қоймай, ол сол айтылғандарға амал жасап, нәпсісін осындай жаман қылықтан, жаман әрекеттен тыйған кезде ғана ол адами қасиетке қайта оралады. Міне сондықтан біздер адамға осындай ұшаң теңіз, қаншама зардабы бар, зияны бар осындай ішімдікті Алла тағала харам қылып отырса, біз онда соны жан-жақты ойлап, одан алыс болуымыз керек. Біз өзіміздің жеке басымызға берген аманатқа, яғни ағза мүшемізді аманатқа берсе, соған қиянат жасамауға тырысуымыз керек. Және де өмірге келетін ұрпақтарымыздың сол ішімдіктен кемтар болып келіп жатады. Сөйлей алмайды, жүре алмай қалатын деңгейге жетіп жатады. Осының барлығына себеп болатын сол ішімдік. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде барлық жаманшылықтың кілті ол арақ деп тектен тегін айтмаса керек. Егер де кімде-кім сау ақылымен арақ ішетін болса, ол не істеп не қойғанын білмей қалады. Тіпті өзінің әке-шешесіне өмірге келген, қол жұмсап, оларды өлтіруге дейін барып жатады. Кейбір жайттар болып жатады өмірде. Өзін туған қарындасына, туған әпкелеріне дейін қол жұмсап, зинаға дейін жол ашылып жатады. Мінекей осының барлығы неден туындайды десек, қорытындысы осы ішімдіктен келетіндігі сөзсіз. Және де қаншама жастарымыздың бүгінгі таңда аборт жасатып, қаншама жастарымыздың зинаға барып жататындығы негізгі себеп осы ішімдік болып саналады. Сондықтан ислам дінінде бір нәрсенің үкімін харам десе, Құран кәрімде Алла тағала оның харамдығын айқында ашық бізге ескертіп жатса, оның астарында демек адамның өзіне, жалпы қоғамға зияны бар екендігін көріп білеміз. Сондықтан біздер осы ішімдіктен алыс болуымыз керек. Ол ішімдіктен сақтануымыз керек. Ал енді осы ішімдікке баратын жолдарын, себептеріне қысқаша тоқталып өтейік. Ең әуелгі себеп ол иманның жоқтығы. Яғни Алла тағаладан қорықпауы, Алла тағалаға деген сенімінің азаюы немесе жоқтығынан туындайтын нәрсе. Қазақта бір ауыз сөзбен Құдайдан қорықпағаннан қорық деп айтқан еді. Яғни кімде-кім Құдайдан қорықпайтын болса, Аллаға иман келтірмейтін болса, ол қанша Құран кәрімде ескертпелер келіп тұрса да, пайғамбарымыздың хадистерінде қаншама жерде біздерге насихатталып айтылған болса да, оларға құлақ аспай, оларға бойын сұнбай, оларға амал жасамай кететіні анық. Сондықтан ең бірінші араққа салынудың басты себебі имансыздық болып саналады. Ал енді өмірдегі кейбір қиыншылықтар, адамның кедейлікте өмір сүруі, немесе жаңағы дүниесінің жоқтығы, немесе өмірден әке-шешесінің өтіп кетуі, ағаларының өмірден өтіп кетуі, бала шағасының өмірден өтіп кетуі, сол сияқты болмашы бір сынақтар басына түскен кезде, осылардан арылу үшін мен осы ішімдікті ішсем ғана одан ада болам, содан ғана мен өзімді аман алып қалам деп кейбіреулер санып кетіп жататын жайттар бар. Оның барлығы айналып келгенде жаңағы айтқанымыздай Алла тағалаға деген имансыздықтан туындайтын нәрсе. Кім-кім Аллаға иман келтіретін болса, ол өмірден қанша туған туысы өтсе де, бұл дүние қамшының сабындай ақ, бұл дүниеден кімдер өтпеді? Пайғамбарлар да өтті, патшалар да өтті,
небір адамдар өмірден келіп кетті. Барлығымыз бұл дүниеде қонақпыз, уақытша келеміз кетеміз деп барлық басқа келетін тағдырдың тауқыметіне, яғни кішкентай қиыншылықтарға сынақ ретінде, емтихан ретінде қарап, оған сабырлық қылады, шыдамдылық қылады. Айналып келген кезде біз бір Аллаға сеніп, иман келтіретін болсақ, яғни оның айтқан үкімдеріне амал жасайтын болсақ, біз екі дүниеде де өмірімізді мәнді де сәнді, бақытты ете аламыз деп ойлаймын. Бұл ішімдіктен ішіп мұратына, мақсатына жеткен ешкім жоқ. Бұл дүниенің бақытына кенелетін де ешкім жоқ. Сондықтан бұдан сақтанғанымыз дұрыс. Бұл қоғамымызға ешбір жақсылық әкелмейді, отбасымызға да, жеке тұлғаға да жақсылық әкелмейді. Сондықтан сол ішімдіктен алыс болуымыз керек.